Ертеде бір кедейдің мал дегенде жалғыз түйесі болыпты. Жазғы тұрым түйесі боталап, 2 күннен кейін ботасы өліпті. Ботасыз қалған жануар иемей, желіні сыздап, күңірене боздайды. Бұл жағдай кедейдің жанына қатты батады. Қарт жалғыз қызымен ақылдасады, сонда қыз әкесіне: "Сіз елге хабар салыңыз. Кім-кім осы маяны итсе, сол кісіге мен тұрмысқа шығамын" депті. Мұны естіген адамдар түйені домбыраның күйімен ғана итуге болатын әңгіме етеді. Талай домбырашылар маяны итуге келеді, бірақ мая иемейді. Нардың оқиғасы сол өңірге тегіс тарайды. Хабар жеткен жердегі домбырашылар қыздан үміткер болып, өздерінің өнер күштерін сынамақшы оймен жан-жақтан келе бастайды. Осындай топтың ішінде түрліше жастағы домбырашылар болады. Шарт бойынша маяны кім итсе, қыз сол кісіге тұрмысқа шығу керек. Қыз маяны құдықтың басына келіп, бұйдасын мойнына іледі де, шелегін қолына алып, сауға даяр тұрады. 3 домбырашы келісіп, бірінші кезекті жас үлкен шалға береді. Шал домбыраның үнін түйенің боздағанындай күңіренте тартқанда, маяның 62 тамыры шымырлап ии бастайды. Мұны сезген қыз нардың емшегін қатты қысып тұра береді де, ортасынан аса бергенде: "Иемеді, домбыраны келесіге беріңіз" дейді. Бұл шалға бармау үшін қыздың істеген әрекет екен. Сөйтіп шалдың тартқан күйі нар идірген өмірге осылай келеді екен. Екінші кезекті алған жігіт домбыраны күңіренте тартады. Қыз өз ісін сол жерде отырғандарға сезірмес үшін күй біраз тартылғаннан кейін маяның емшегін босатып сауа беріпті. Сөйтіп қызды жігіт алатын болады. 3-ші домбырашы балаға кезек жетпейді. Бұған қатты қапаланған бала қыздан айырылған өкінішіне арнап "Күйдім, жандым" деген күй тартыпты. Осылайша 3 домбырашы күйлерін тартып болғаннан соң, өз өнеріне сенімі мол шал қызға қарап: "Шырағым, маяны иткен мен едім. Сіз зорлық жасап отырсыз. Егер осы айтқанымды бекер десеңіз, біз әлгіде тартқан күйлерімізді тартып, үшеуміз 3 бағытқа кетейік. Осы тұрған жануар кімге ботам деп емірені берер екен" дейді. Қыз маяны иткен кім екенін біле тұрса да, шалдың талабын орындауға мәжбүр болады. Айтқанындай ақ, мая шалдың артынан қалмай, шапанын иіскелеп ере беріпті. Мұны көрген халық маяны кім иткенін біліп қояды. Бұл жағдайды жұртшылық тегіс көрген соң, шал қайта келіп қызға: "Қарағым, бұдан былай өтірікке үйір болма. Қалаған қосағыңмен бірге қартай" деп шын батасын беріп, қызды жігітке қосып кетіпті. Халық күйі нар идірген, немесе кейбір жерлерде өрелі мая деп айтылатын күйдің шығу тарихы осылай болған деседі.